Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге шұжықтың жасалу жолын рецептін көрсететін боламын. Қалай жасалынады, қандай дәмдеуіштер қосамыз, сол туралы бөлісетін боламын. Негізі бұл рецепт үйдегі анамыздың рецепті бойынша. Жылқы еті осылай орташа көбікпен тураймыз. Сосын май, жылқының майы міндетті түрде өз қалауыңызға қарай көп аз қолдансаңыз болады. Біз осындай мөлшерде қолданамыз. Керекті мөлшерді міндетті түрде описание бөлімде қалдырамын. Сонымен тұздаймыз, бұрыштаймыз. Сосын бір кесе суымызды қосып, міндетті түрде сарымсақ қосамыз. Бір түнге қалдырамыз, бірнеше рет араластырып тұрамыз арасында. Келесі күні алдын ала мен шектерді осылай дайындап қойдым. Су жүргізіп, арғы бетін ауыстырып, дайын болған етімізді маринадталып, осылай шектің ішіне салып шығамыз. Біздің шұжық мінекей осы. Енді қалай саламыз, қандай әдіспен жасаймыз? Әрине, әркімнің өзінің үйренген әдісі бар, анасы, әжесі үйреткен дегендей. Біздің әдіс осылай жасалынады. Осылай бір қолдап салып отыратын болсаңыз, ол ұзақ уақытты алатын болады. Бізде осындай қасықтар пластмасса, әдетте балалардың кашасының ішінен шығады, тағы да бір ұнтақ заттар алған кезде ішінен шығып жатады. Соны аламыз да астын кесіп тастаймыз. Сосын соны осылай шекке кигіземіз. Содан соң салу өте оңай болады, өзі жүріп отырады осылай. Сосын жүріп, әрі қарай жылжытып отырып, осылай шегімізді толтырамыз. Ескере кететін жағдай, бұл қазы емес, бұл шұжық. Сондықтан да жылқы етінің кез келген жерінен сый беруге болады. Сосын осылай дайындап аламыз, барлығын толтырып. Сосын өзіңізге қажет размерде бөліп ортасынан байласаңыз болады. Бізге ыңғайлы осы бір размері жарты метрдей. Сізге қалай ыңғайлы болады, ұзынырақ немесе бұдан қысқа қылып, өзіңіз қалауыңызша байлап алсаңыз болады. Және арасы қатты тығыз емес, бос емес, осылай жұмсақтау болу керек. Міне бір әдісін көрсетіп жіберейін. Осылай бір шетін жіппен байлаймыз. Біз жібін ұзындау қылдық, өйткені біз далаға шығарып, біршама уақыт кептіретін боламыз. Шұжығымызды сол кезде байлау үшін керек, ұзындау болды сол үшін. Сосын екінші жағын аламыз да, міне өлшеп жаңағы шұжығымызбен бірдей қылып кесіп аламыз. Енді екінші жағын байлайтын боламыз. Немесе осылай ауаны міндетті түрде шығарыңыздар, немесе осылай тіс шұқитын ағашпен қадап қойсаңыздар да болады. Маған жіппен ыңғайлы, сондықтан да мен барлығын жіппен байлап шықтым. Мінекей біздің шұжықтар дайын. Жаңағы жазылған описаниядағы мөлшерден 23 штук шықты. Енді дайын болған шұжықтарды міндетті түрде инемен кесіп шығамыз. Әйтпесе қайнатқан уақытта жарылып кетуі мүмкін. Біз шұжықтың дәмін көрейік деп өзіміз үйде кішігірім ет асып, шұжықты пісірдік. Енді дастарханға ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шықты. Сарымсағы, тұзы, бұрышы барлығы жеткілікті. Сіздер де жасап көріңіздер. Содан соң тағы да ет астық. Шұжықтың дәмі қатты ұнағаны соншалық, біз үйге қонақтар шақырдық. Сосын осылай етімізді, нанымызды түсіріп, үстіне тұздығын құйып, етімізді жайғастырып, жамбас, жілік, белдеме, жауырын, кесек еттерді салып, қазы, жал және шұжығымыз. Осылай ұсындық. Ас болсын. Сіздер де міндетті түрде біздің рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Комментарийға сіздер де пікір қалдыра отырыңыздар. Сіздер қалай дайындайсыздар?